Баршаңызға сәлем. Осындай фрикаделька суперге дайындайық. Ал ең алдымен қазанға сұйық майымызды құйып, фрикадельканы салып, екі жақтан қуырып аламыз. Одан соң жуамызды саламыз, тәтті бұрыш және де сәбізімізді осылай турап, салып, бұлғап, баяу оттап пісіріп аламыз. Ал енді пісті дегенде жайлап суымызды құямыз. Міндетті түрде қайнаған судан құйыңыздар. Суды құйған соң бетін жауып, бір қайнатып аламыз. Суымыз қайнаған соң сорпамызға тұзын және де қалғанша приправаларымызды салып, осы жерде картоплымызбен дайын кеспемізді салуға болады. Міндетті түрде мен жазда укропты қалдырмаймын. Дәмі өте ерекше қылады. Ал жақсылап тұрып барлығын араластырып, бетін жауып, тағы бір қайнатып аламыз. Сорпамыз дайын. Ал осы сорпамен үйдегілердің барлығын таңқалдырған десем де болады. Күшті болып шықты. Сіздер де өздеріңіздің туысқандарыңызға дайындап, разылығын алып, қуантып жүріңіздер. Ал достар, менің каналыма подписка жасауларыңызды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарийларыңызды күтемін. Баршаңызға рахмет.